Сіздермен бірге Еган KZ. Бүгін мен қалай санамдық телефонға жазуды үйрететін боламын. Ол өте оңай. Маған жазылып лайк басып отырғандарыңызға көп рахмет. Ең бірінші сіздер есправойник деген приложениені міне есправойник осыны басып аласыздар Play Market'тен и Google'a кіреміз и скачать GTA San Andreas на Android кешті басамыз. Сосын любойына кіріңіздер, мен осыған кіремін. Осы жақсы негізінде кейбіреуінде істемей жатады. Міне. Осының астына түсеміз де скачать GTA San Andreas в 1.08 дегенді басып аламыз. Ол 27 мегабайт. Одан кейін скачать кеш. GTA San Andreas в 1.08 дегенді басып аламыз. Ол 1,5 гигабайт. И басып біткеннен кейін шығамыз да есправойникқа кіреміз. Сосын журнал дегенді басамыз. И Grand Theft Auto San Andreas 26 мегабайт деп тұр. Осының үстінен бүйтіп басып, ещені басып, установить етесіздер. Мен жаңа істеп алдым, сондықтан істемеймін. Одан кейін міне Rockstar Games 1.75 гигабайт дегеннің өзінің кеші. Сол кешті үстінен бастырып, ещені басып, распаковать в деген басып, выбрать путь, сізді карт. Осын басамыз. Одан кейін Android, сосын OBB, сосын ок и окты басып распаковать етесіздер. Біткеннен кейін бүкіл кіргендеріңізді өшіресіздер. Және де GTA San Andreas'ке кіреміз. Мінекей. GTA San Andreas'ке кірді. Жазығы шығыватыр. Міне офлайн дегенді басамыз. Міне менде орысша тұр. Жаңа ғана мен неге орысшаға ауыстырып алғанмын. Басында ағылшынша тұрады. Енді мен келесі видеода осы видеоға көп жиналса, келесі видеода GTA San Andreas'ке қалай чит кодтар қолдануға болады туралы видео түсіремін. Бұл видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Еган KZ. Сау болыңыздар.